Бүгін үйде қалай арықтауға болатыны туралы айтамыз. Иә, дұрыс естідіңіздер. Спортзалға барудың немесе қатаң диета ұстаудың қажеті жоқ. Мен де бұрын салмағымды қалай бақылауды білмейтінмін. Әртүрлі диеталарды ұстап көрдім, бірақ көп пайдасы болмады. Сосын үйде арықтаудың бірнеше оңай жолдарын таптым. Енді сол тәжірибемен бөліскім келеді. Бұл бейнеде үйде қолдануға болатын 5 оңай әдіс көрсетемін. Дайынсыздар ма? Бастайық. Бірінші және ең маңыздысы дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану бұл біздің денсаулығымыздың негізі. Ол бізге энергия береді, иммунитетімізді күшейтеді және жалпы өмір сапасын жақсартады. Бірақ уайымдамаңыздар, күні бойы тек қияр мен су ішіңдер деп айтпаймын. Дұрыс тамақтану бұл әртүрлі және дәмді тағамдарды тұтыну. Сіз өзіңізге ұнайтын тағамдарды таңдап, оларды дұрыс үйлестіре аласыз. Тек тамақтануды сәл өзгерту керек. Мысалы, көбірек көкөністер мен жемістер қосу, майсыз ет пен балықты таңдау, және тәттілер мен фастфудтан бас тарту. Фастфуд, газдалған сусындар, тәттілер, осыларды ұмытыңыз. Олар біздің денсаулығымызға зиян келтіреді және артық салмақ қосуға себеп болады. Олардың орнына көкөністер, жемістер, майсыз ет, балық, жаңғақтар жеңіз. Бұл тағамдар біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар береді. Тамақты аз-аздан, бірақ жиі жеу керек. Бұл біздің метаболизмімізді тұрақты ұстап, энергия деңгейін жоғары ұстайды. Күніне 5-6 рет тамақтану ең дұрысы. Бұл біздің ағзамызға қажетті қоректік заттарды тұрақты түрде жеткізіп тұрады. Таңғы асқа сұлы ботқасы, жұмыртқа немесе ірімшік жеуге болады. Таңғы ас бұл күннің ең маңызды тамағы. Ол бізге энергия береді және күні бойы белсенді болуға көмектеседі. Түскі асқа көкөніс сорпасы, салат және майсыз ет немесе балық. Бұл тағамдар біздің ағзамызға қажетті ақуыздар мен дәрумендер береді. Кешкі асқа көкөністер немесе жеңіл салат. Кешкі ас жеңіл болу керек, себебі кешке біздің метаболизміміз баяулайды. Есіңізде болсын, дұрыс тамақтану бұл диета емес, өмір салты. Бұл сіздің денсаулығыңызға ұзақ мерзімді инвестиция. Дұрыс тамақтану арқылы сіз өзіңізді жақсы сезінесіз, энергияңыз артады және өміріңізді толыққанды өткізесіз. Екінші маңыздысы суды көп ішу. Су ағзамыздың дұрыс жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Ол біздің денеміздегі барлық жасушаларға, тіндерге және мүшелерге қажетті ылғалдылықты қамтамасыз етеді. Су ішудің маңыздылығын ешқашан естен шығармаңыз. Күніне кемінде 2 литр су ішу керек. Бұл шамамен 8 стакан суға тең. Әрине бұл мөлшер әр адамның дене салмағына, физикалық белсенділігіне және климат жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін. Бірақ 2 литр орташа көрсеткіш. Су ағзадан зиянды заттарды шығарады, аштық сезімін басады. Сонымен қатар су терінің жағдайын жақсартады, ас қорыту жүйесін реттейді және жалпы денсаулықты нығайтады. Су ішудің пайдасы шексіз. Суды әрдайым жаныңызда алып жүріңіз. Бұл сізге су ішуді ұмытпауға көмектеседі. Сіз қайда барсаңыз да, жұмысқа, оқуға немесе серуенге шыққанда, су бөтелкесін міндет түрде алыңыз. Су ішуді әдетке айналдырыңыз. Егер қарапайым су ішу қызықсыз болса, оған лимон, жалбыз, қияр немесе жидектер қосып көріңіз. Бұл судың дәмін жақсартады және оны ішуге қызықты етеді. Сонымен қатар, бұл қосымшалар судың пайдалы қасиеттерін арттырады. Бұл сусынға жағымды дәм береді. Лимон, жалбыз, қияр немесе жидектер қосылған су сіздің күнделікті су ішуді қызықты әрі дәмді етеді. Бұл сіздің су ішуді ұмытпауға көмектеседі. Газдалмаған минералды су, көк шай, шөп шайларын да ішуге болады. Бұл сусындар да денсаулыққа пайдалы және судың орнын баса алады. Бірақ оларды да мөлшермен ішу керек. Бірақ тәтті газдалған сусындар, пакеттегі шырындар және алкоголь ішпеңіз. Бұл сусындар денсаулыққа зиянды және оларды тұтыну су ішудің пайдасын жоққа шығарады. Таза су ішуді әдетке айналдыр. Үшінші әдіс қозғалыста болу. Спортзалға барудың қажеті жоқ, өйткені үйде де жаттығулар жасауға болады. Үйде жаттығу жасау бұл уақытты үнемдеудің және денсаулықты жақсартудың тамаша тәсілі. Үйде жаттығулар жасауға болады. Күніне 30 минут жаттығу жасау жеткілікті. Бұл сіздің денсаулығыңызға үлкен пайда әкеледі. Жүгіру, секіру, би билеу сияқты жаттығулар жасай аласыз. Күніне 30 минут жаттығу жасау жеткілікті. Сондай-ақ, отырып тұру, еденнен көтерілу, пресс жаттығуларын қосуға болады. Бұл жаттығулар сіздің бұлшықеттеріңізді күшейтеді және жалпы физикалық жағдайыңызды жақсартады. Би билеу сияқты жаттығулар жасай аласыз.
Sonday-ақ, отырып тұру, еденнен көтерілу, пресс жаттығуларын қосуға болады. Бұл жаттығулар сіздің бұлшық еттеріңізді күшейтеді және жалпы физикалық жағдайыңызды жақсартады. Үйде жаттығу жасау үшін арнайы құрал-жабдықтардың қажеті жоқ. Тек өз денеңізді пайдаланыңыз. Интернетте үйде жасауға болатын көптеген тегін жаттығулар бар. Онлайн жаттығу видеолары арқылы сіз өзіңізге ұнайтын жаттығуларды таңдай аласыз. Бұл видеолар сізге дұрыс жаттығу техникасын үйретеді және мотивация береді. Өзіңізге ұнайтын және қиындық тудырмайтын жаттығуларды таңдаңыз. Ең бастысы тұрақтылық. Тұрақты түрде жаттығу жасау сіздің денсаулығыңызды жақсартады және энергияңызды арттырады. Жаттығуларды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Әр күні жаттығу жасауға тырысыңыз, сонда нәтижесін көресіз. Үйде жаттығу жасау – бұл денсаулықты жақсартудың және өзіңізді жақсы сезінудің тамаша тәсілі. Төртінші әдіс – стрессті азайту және жақсы ұйықтау. Стресс кезінде ағзамыз көп тамақ жегіміз келетіндей гормон бөледі. Сондықтан стресстен аулақ болуға тырысыңыз. Өзіңізге ұнайтын істермен айналысыңыз, музыка тыңдаңыз, кітап оқыңыз, достарыңызбен кездесіңіз. Ұйқы да өте маңызды. Күніне 7-8 сағат ұйықтау керек. Ұйқы кезінде ағзамыз демалады және күш жинайды. Ұйқысыздық салмақ қосуға әкелуі мүмкін. Сондықтан ұйқы режимін қалыпқа келтіруге тырысыңыз. Бесінші әдіс – тағамдарды ауыстыру арқылы калорияны азайту. Мысалы, қуырылған тағамдардың орнына пісірілген немесе буға пісірілген тағамдарды жеуге болады. Майлы еттің орнына тауық еті, күрке тауық еті немесе балықты таңдаңыз. Ақ нанның орнына қара нан, тәтті сусындардың орнына су немесе шай ішіңіз. Бұл қарапайым ауыстырулар калорияны азайтуға көмектеседі. Міне, бүгін бәрі осы. Бұл 5 оңай әдіс үйде арықтауға көмектеседі. Ең бастысы тұрақтылық және ниет. Егер бұл бейне ұнаған болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Жаңа пайдалы бейнелерді жіберіп алмау үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Түсініктемелерде салмақ жоғалту әдістерімен бөлісіңіз, мен сізге не көмектесетінін білгім келеді. Кездескенше.